біз енді қалай деп айтсам екен, мен енді өзімнің кезімде сол ауылдағы кішкентай кезімде қазақы тәрбие алған, бірақ мынандай академиялық оқи алмай қалған балдарды жинап алып, 9 ай өзіміздің үйімізде 30 баланы қамап қойып оқытып, спонсор тауып, сөйтіп казуге, геофакқа, шығыстануға, сосын Түркістанда пединститутқа түсіріп оқытқанбыз. Қай жылдары бұл? Бұл 2000-2001 жылдары. Сөйтіп 2 жыл. Бұл бөлек тарих, оған бір жағы 2-3 подкаст арнасаң таусылмайтын әңгімесі бар оның. Содан сөйтеміз ау біз негізі. Негізі соған келе жатыр әңгіме. Содан бұл сол кезде біз көргенбіз. Сол кезде мен деп ойлағам, егер үкімет мына менің істегенімді макро деңгейде, мемлекет деңгейде жасап, осындай жастық, еркек балдар мектепте жүргенде сәл ақмақтау болады ғой, сабаққа қатыспайды, сабақтан қашуды бір мәртебе санайды. Ой далада. Ой далада. Кейіннен барып оқымағанның бәлесін, ұрынғанын көріп, бармағын шайнаған кезде шығу қоршауды бұза алмай қалады. Сондай кезде бір мемлекет өзі бір көмектесіп, олардың қайтадан оқып, тоқып, андай бір қандай да бір оқып кетуіне бір мүмкіндік беретін болса, көз ашылғаннан кейін 2 жыл, 3 жылдан кейін ол жігіттер бір қызға күйеу болуға жарайды. Сол кездегі ауылдан келген 25-27, ең үлкен 31 еді жігіттер. 4-5 жыл оқып, сол кезде енді группаға түскен кезінде 17-18 жасар қыздар енді 26-тағы, 27-тегі ауылдан бүгін келген баланы менсінбей отырады. Ал 5 жылда олардың бәрі маман болып, енді толысып, қала мәдениетін меңгергеннен кейін олармен өте жақсы романтикалық қарым-қатынасқа түсіп тағын бәрі үйленіп, бір қыздың бағын ашып кетті. Бірақ бұл кезде олардың бір базасы жақсы еді. Олар қазақша тәрбие алған, қазақша тәрбиенің үстіне алып келіп, академиялық білімді қойсаң, фундамент мықты болады тағын, құламай тұра береді. Олардың фундамент күшеді. Қускеде деген кітапта іргетас деген бір бөлім бар, фундамент. Фундамент болмаса, үстіне қанша сен ағылшын тілін үйрет, орыс тілін үйрет, бәрі құлайды бір күні. Өмір шайқаған кезде, себебі өмір шайқалып болу керек қой енді. Ал енді біз енді осыны істеу үшін, мысалы, Бейсен және болмыс деген кітап не үшін жазылды? Себебі мына жігіт шынымен де азамат еді. Еркекпісің, еркек еді. Мәрт десең мәрт еді. Өзінің әйелінде қандай қыздай күтіп ұстаған. Өзі 90-ға келген әжесін мысалға бақты мысалы өлгенше. Енді бірақ әжесін 1 жыл бұрын өзі қайтыс болып кетті ғой енді, ауырып қалды. Бірақ мен сонда үйіне барғанда талай көретін тұғым. Әжесімен апарып таныстырады. Сонда бұл кісінің келіншегі Гүлмира деген әйелін жақсы танимын. Жаңағы жеңгем маған енді әпке болып келеді. Сол кәдімгідей түнімен отырып, 90-дағы кемпірді ұйықтамай отырып, жағдайын жасап, күтіп отыратын тұғын. Сондықтан сол үшін де бұлардың арасында өте күшті махаббат болды, былай ер мен әйел ретінде. Сосын бұның жомарттығы, енді кітапта оқу керек. Ой, мынандай жігіт еді. Сосын бұл жігіттің өзінің бір күшті амбициясы болды. Мен Қайрақ деген сондай қозғалыс құрамын. Оның мақсаты біреу, әбден жігері жаншылып, амбициясы басылып қалған қазақтың жігіттерін бәрін қайрап, қайттан қоғамдық белсенді қылып, бәрін сауатын ашып, сосын жаңағыдай уәдеге берік қылып, қазақтың қыздарын бағына шатан қылып, не деген сұмдық, ажырасу, болмаса жаңағы қыздардың оң жақта отырып қалу әкесінің деген сияқты мәселені шешем деп сілкінеді 2013 жылы. Сосын айтып, мен оны үйтіп істемейді, оны бүйтіп істейді деп, мен техникасын көрсем, менде опыт бар ғой енді. Бұл маған менің неме иланды. Сөйтіп тағы бұл маған қолдан келгенше көмек беріп, осы өмірден өткенге дейін көмектесті бұл маған. Сосын бұның өмірі осы қазақтың жігіттеріне бір күшті мысал болсын. Мына бір кәдімгі идеал ретінде бір қызмет етсін деп бұл кітапты бір шығардық. Шынымен де бұл кітапты оқыған жігіттердің бәрі өзі ұялып қалады. Сосын мен бір енді әзілдеп қыздарға айтамын ғой, бойдақ қыздар алған кезде бір жігіт қырындап сөз салса, бірінші Бейсен және болмысты оқып, осыған еліктеп кел, әйтпесе жақындама маған, қазір блоктап тастаймын деп қорықтыңдар ана деп аккаунтын. Сөйтіп істегенбіз. Одан бөлек өте дұрыс. Отбасындағы ер азамат жаңағыдай бала тәрбиесіне қатыспай қойғаннан кейін қыз әйелдің мойнына жүк түсіп кетті ғой енді. Еркектердің бәрі ақша тапса, ақша тапқан міндетсініп жатып алады. Жаңағыдай болмаса ақшаны да таппай қояды, тәрбиеге де араласпай қояды. Енді осы проблеманы шешу үшін біз былтыр желтоқсан айында 22 жылдың, биыл қазір 1 жыл болады. Отбасында 30 сабақ деген тағы бір жоба жасап шықтық. Бұл қалай жасалды? Ол мына бала тәрбиесіне қатыспайтын, осындай ер азаматтарды тәрбиелеп шығаруға ықыласты емес, пассив еркектерді мына бала тәрбиесіне тарту үшін тұзақ құрдық. Сол жерде ана өз бірінші сабақ, екінші сабақ, осы аптаның тапсырмалары деген, бірақ ол мектептік сияқты емес. Ол жерде ана былай жасап қойдық әдейіге. Шешесі, папасы, баласы үшеуі бірге отырып дайындалатын істеп қойғандар механизмді әдейі. Сол жерде көкесі мына аңызды қиссаны тақпақты балаңа дауыстап оқып бер деген тапсырма тұрады. Анау дауыстап оқыған кезінде ана қызық өзін тартып алып кету керек ана жерге. Ол да өте сәтті шықты. Енді ол кітапты алғандар, үйінде қолданып жатқандар жап-жақсы келе жатыр. Бірақ кейбіреулер сылтау айтады, енді біздің әкеміз вақытта бір ай жүреді, бұған қатыса алмайды деген сияқты. Ондайлар енді көбіне мектепке берді амалдың жоғынан. Сондықтан бұл енді білмеймін, енді өте бір қиын мәселе,
бірақ енді одан кейін біз де қайтпадық. Барлық қазақтың ер азаматтарының жүрегіне өзбек әлінің дерті жұқсын. Бұлар да осындай дертпен ауырсын, ұйықтай алмай қалсын. Бұны қазақша не дейді? Ер азаматтың ішіне ат басындай шер қатады дейді. Нағыз ер азаматтың ішіне ат басындай шер қатқан кезінде ол түнде дөңбекшіп ұйықтай алмау керек. Енді мысалы өлім сәті жақындаған кезінде өзбек әлде мазасызданып кетті дейді да. Андай тыпыршып жаңағыдай асығып жаңағы вакуфтарды аударып, құжаттарды аударып. Бірақ бұны ғылымда екіге бөліп тастайды. Emotional pain, existential pain деп айтады. Emotional pain деген босқа кеткен уақыт. Тағы да өмір болғанда жаңағы бүйрегімді бауырымда ауыстыратын бірдеңе жоқ па, балама мен Израильға апарсайшы деп аңырап жылау. Ол emotional pain, яғни босқа кеткен өмір, ана адамның болмысын сыққан кезінде ол физиологияға әсер етеді. Өкіну. Ал енді ол жылап жүр ғой қазір, эвтаназия шегумен қартайып кеттім деп. Сол emotional painға жатады. Енді жас кезінде красавчик, ахохо жүрген, енді мынандай болып қалды енді өмір қартайғасын қызық. Бірден құндылығын түсінесің ғой. Иә, содан білінеді. Ал existential pain болған кезінде Құдай егер тағы да 1 сағат өмір беретін болса, мен оны құндылық өндіруге арнаймын деп айтатын адамдар. Сондықтан өзбек әлдерді соған жатады, мазасыздануы. Сондықтан бұны жаңағы тыпырлаған кезінде өлімнен қорқып, ажалдан қорқып тыпырлап жатыр екен деп ойлаудың қажеті жоқ. Сондықтан осы дерт, шер жұқсын деп мынаны әдейі осындай форматта жаздық. Сосын біз бұның бәрін міндеттеп жатырмыз. Өзіміз оқырмандарға оқығанда күйеуіңе, үйіңде ұл балаңа дауыстап оқып бер, қинап оқыт, ақша беремін деп оқыт. Бірақ әйтеуір қызық, мысалға мен қазір үшеу кетқанда бір жігіт менің жерден күтіп алды. Енді ол жігіттің кім екенін айтпай ақ қояйын. Ол жігіт жас кезінде оны Алматыда тұратын ағасы алып келіп бір музыкаға баулды ол жігітті. Сонда ойсыз жаңа жатып алып, кино көре берді ана бала. Соған мен квартира вопрос шеше алмай анда-мында 200 жұмыс істеп жүрмін. Соны бір күні келді де інісін менің өзімше сабады анау. Сен неғып ойсызсың, неғып сен болашақ өмірге дайындалмайсың, мен қаншама нәрсе жүгіріп жатырмын деп. Оқытты, тоқты, бәле-бәле жұмысқа тұрғызды сол баланы. Сол жігіт одан бері 15 жыл өтті ғой енді. Бүгін мына өзбек әлін алам деп 4 кітап бұның алдында біреуін алып кеткем, үйге барып оқып қалып, бум-бум ағайын туысқанның бәрі мынаның ішіне қызығына кіріп кетіп, барып әрқайсымызға бір-бір алып келіп жұмсап жүрді. Соны 4-еу алып тұр екен. Қазір мен жерде отырған жерде ол жігіт. Көрдім ғой жаңа. Көрдіңіз, иә. Сол жігіт ана жерде отырып алып, ойбай, сұмдық мына не деген деп ананың ішіне дерт түсіп кеткен. Баяғы 2002 жылдары, 2003 жылдары ойсыз жатып алып, Джеки Чанның киносын көре беретін баланың ішіне дерт түсіп кетіп, парылдап жанып жатыр. Үлкен ұл нешеде дедім? 12-де деді. Дереу балаңа мына дертті жұқтыр. 30-ға дейін бұл да парылдап жанатын болсын, өзбек әлі сияқты болды деп. Бұл да аға деді. Мен Құдай қаласа тұқымымнан біреу. Сосын мен кеше презентация болған кезде 200-дің үстінде адам жиналды ғой. Бұл мәлімдемені әлі де жасаймын. Бүкіл келгендердің бәріне айттым. Мұғалімдер сіздерге де міндет. Мына бала тәрбиелеп өсіріп туып отырған келіншектер сіздерге де, болашақ ана болатын қыздар сендерге де бәріңе де ескертем дедім. Кітапты оқып, әсерлеген бір жылап алдық, ойбай Қазақтан неше түрлі арыстар өткен ғой дегенді қоясыңдар дедім. Оқисыңдар, стратегия құрамыз, мемлекетті күшейту, мына қоғамды ағарту деген. Мына дедім, бір семьядан бір бала өзбек әлі болып шығу керек, 5-6 баланың ішінен. Оны қазақша не дейді дедім. Арыстаннан дейді, алтау тумай ма дейді. Арыстаннан туған алтаудың біреу абдан болмай ма дейді. Бөріден алтау тумай ма дейді. Бөріден туған алтаудың біреу арлан болмай ма дейді. Тұлпардан алтау тумай ма дейді. Тұлпардан туған алтаудың біреу тарлан болмай ма дейді. Азаматтан алтау тумай ма дейді. Азаматтан туған алтаудың біреуінде арман болмай ма, ата жолын қумай ма, арманы бар біреуі елінен қорған болмай ма деген. Сондықтан бір-бір балдарыңды өзбек алып шығарасыңдар. Туғаннан бастап бесік жыры, санамақ, тақпақ, қуырмаш, дін, қисса, тарих, этнография, ою, өрнек бәрін, күй, жыр бәрін сіңіріп қадағалап, өзбек әлін оқытып, мынау сияқты боласың, болмайтын болсаң, оңдырмаймын мен сені деп міндеттейсіңдер. Сетевой маркетинг болса, осындай болсын дейсіз ғой? Осындай болсын. Негізі ол сетевой маркетингтің мәні осыған құрылған. Олар енді оның рухани мәнін ұмытып қалды да, ақша табумен кетті. Тек экономика. Иә, тек экономика деп. Сондықтан енді мен ықпал ету аймағы деген бар ғой, өзім ықпал ете алатын, сөзім өтетін, түсіндіре аламау деген жердің бәріне тек осыны айтамын енді. Не істейміз енді? Енді бұл билік бұны енді ол жалпы халықты шарпып кету үшін ол программа болу керек, стратегтер болу керек. Енді оған біздің чиновниктердің деңгейі белгілі ғой. Енді экс-министріңіз енді әйелін ұрып өлтіріп қойды, оған барып енді мен ұлттық тәрбиелейтін концепция жаз деп қайтып айтасың ғой. Әрине. Осы сұраққа үңілмесек тоқтамасақ болмайды ма? Соңғы кездері естіп жатқан өте қорқынышты жаңалықтар күнде болып кетті. Мен енді мүмкін мен сол бабылда өмір сүретін болғасын күнде көріп қаламын. Мына жақта біреу шабуыл жасады, мына жақта біреу өлтіре жаздады, өлтірді, қинады, зорлады дейтіндей. Мына біздің қоғамымыздағы әйел затын нәзік жандылардың рөлінің беделінің түсуі
сіз неден деп ойлайсыз? Мен кейде сұраймын кейбір қонақтарымнан. Мына окей, мынау болды, анау болды, тарихи мынандай бір дәуір болды, сосын ислам келді. Кейде ойлаймын, діннің де қатысы бар ма бұған? Әсері бар ма? Сұрақтың өзіне ренжиді кейбіреулер. Көрермен ренжиді бұл сұраққа. Бірақ сіз қалай ойлайсыз? Діннің әсері бар ма, жоқ па? Құнсыздануда. Иә, мен енді бұл жерде дін деп айта алмаймын. Бұл жерде рухани, енді релиз экспириенс деген болады да, мысалға, діни тәжірибе. Адамдар ғасырлар бойы өсіп, ғасырлар сүзгісінен өткен құндылықтар деген болады. Яғни өзін ақтаған адамға баянды бақыт сыйлаған, дәлелдеген, өзі дәлелдеп шыққан құндылықтар сүзіліп шығады. Бұл сүзіліп шыққан құндылықтардың бәрі мына 60-шы жылдарға дейін жап-жақсы келген. Ашаршылықтан да аман-есен өтті, соғыстан да аман-есен өтті, Селинаға да төтеп берді. 60-шы жылдарға келген кезде бұның бірден әлсіреп кеткен бір себебі қазақ мектептерінің жабылып, орыс мектептерінің көбеюі. Ол кезде енді құлады кәдімгідей. Енді бертіндегі мына қазақтардың енді қыз балдардың беделінің түсіп кетуі шынымен де жаңағыдай бұны имплант деп айтады да. Сырттан импортталған дінді алып келіп, жаңағыдай идеология араласып кеткен. Яғни адамның self-transcendence деп айтады, өзінің ғайыпқа самғата алатын қабілетін ашу емес, керісінше оның еркіндігін шектеп, жаңағыдай басып тастайтын дін келетін болса, онда әйелдер екінші сорт топ шыға келеді ол жерде. Ол жерде әйелді ұру, сабау, қорлау, ол да нормаға айналып кетеді. Аналар да соны тағдыр деп қабылдап отыра беретін адамдыққа түсіп қалады. Ауғанстандағы әйелдер сияқты мысалға. Нағыз надандық, рас. Бұл жерден менің өзім тәжірибемде және тарихи деректерге де қарап отырсам, қазақы тәрбие бар ма, кәдімгі классика, баяғы біз жоғалтып алған 70-ші жылдарға дейін келіп, 80-ші жылдардың соңына қарай уже қозырай бастаған. Бір қисса айтып берейін мысалға. Қисса айтсам, енді сендер жастар, бәрі Европаға оқып қойғансыңдар, шекелерін тырысып жақтырмайсыңдар, ой, мынау академиядан алыстап кетті деп. Қарашы, қалай тәрбиелейді бұл? Қыз баланы қалай көтереді? Тыңдашы сен мені. Мұхаммед пайғамбар дейді, ұйықтап жатыр дейді, түнде оятты біреу дейді. Қараса, Жибрил періште дейді. Тұрып кеттік Құдайдың дәргейіне қонаққа барамыз, миғражға ұшамыз деп айтады. Мына пырақ мін деп айтады. Мінді, екеуі ұшты кетті, аспанды тесті. 4-ші қабаттан өтіп бара жатыр дейді, алыстан бір кемпір мен шалды көрді дейді. Қараса, ақ қамзол, ақ орамал таққан, қазақша киінген, қамзол киген бір апа отыр дейді. Қасында күмістей сақалы бар, саптама етік киген, мынандай кісе белді таққан, онда күпісі бар, шапаны бар, тымақ киген бір ақсақал шал отыр. Мынау кім деп? Адам ата Хауа. Тоқта, адам ата Хауа өзіміздің әке-шешем, ұят емес қой, әдеп қайда, сәлем бермейміз бе? Содан дейді, жақындап келіп, пырақтан секіріп түсіп тағын, жаяу келіп тағын дейді, атасына сәлем беруге 3 метр ғана кілт тоқтатты, тоқтайды деп, артқа қарай шегім, шешесіне барды. Апа, амансыз ба деп айтты дейді. Аман ба балам Мұхаммед? Айналайын, Хадиша қалай, пәленше қалай? Бар енді атаңа сәлем бер деді. Ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам. Мұхаммед қалай жағдай? Хадиша, Әли өсіп жатыр ма? Екеуі әңгімелесіп сұхбаттасып жағдай сұрап отырады дейді. Осында қасында отырған дейді. Хауаны оң аяғын тартып қабат дейді, оң аяғын табанның астынан бұрқ етіп бір андай нұр шашырап тағына 18 мұғаламның бәрі жасыл желекке бөленіп сандуғаштар сайрап кетті дейді. Ойбай, мынау не керемет дей беріп, сол аяғын тартып қабат, бұжух, от шықты, бәрі өртеп, күліп, амин Аллах акбар, жоқ болып кетті дейді анау. Бұнысы несі? Жебірейіл айтты дейді. Ата, жолға дұға қылыңыз. Мұхаммедті Құдай дәргейіне қонаққа шақырып жатыр, миғражға. Біз кетіп бара жатырмыз деп. Жақсы онда, ал маңдайларың ашық болсын, жолдарың жақсы болсын. Аллаху акбар деп айтты дейді. Екеуі кетті дейді. Жебірейіл айтты, Құдайдың досы Мұхаммед, сені Құдайдың фазылы сақтады. Неге? Жаңылде әйел адамды екінші ретке ысырып, атаңа бұрын сәлем бергенде, әйелді екінші ретке ысырғаның үшін Құдай ренжіп, сапарды тоқтатып, үйіңе өшірден қайтарып жіберетін еді. Ана өтіп кеттің анадан деп айтты. Мен саған бірден айтайын ба деп айтты. Құлағыңа сыбырлап бір құпия. Үмбетім өсіп өнсін дейсің ғой сен деп айтты. Иә, онда былай қыл. 3 қыз тапқан әйелді төбелерің отырғызыңдар деп айтты. Пайғамбар сұрайды дейді. 2 қыз тапса ше деп. Ал 3 қыз таппаса не істеймін? Онда 2 қыз тапқан әйелді төрге отырғызасыңдар деп айтты. Ал 2 қыз таппаса ше деп. Онда 1 қыз тапқан әйелді құрметтейсіңдер, төрде сол отырады деп айтты. Ал егер қыз тумаған әйел болса не істеймін деп айтты. Онда ұл туған әйел деп айтты. Тумаған болса ше әлі деп. Онда ерін күткен деп айтты. Әлі тұрмысқа шықпаған әйел болса не істеймін? Онда өзінің арибасын күзеткен деп айтты. Не десең, о да қыз баланы төрге отырып, төбелеріңе мына жеріне қойып, әлпештемейінше сенің үмбет болмайды. Пайғамбар миғраждан келді, жігіттердің бәрін жинады, жігіттер бүгіннен бастап өмір сүру ережесі өзгереді. Әйелдерді әлпештеуді, қыз балаларды құрметтеуді үйренбейінше сендер ел болмайсыңдар деді. Бірақ Тимуржан, бұл айтылып отқан қиссалардың бәрі бүкіл ислам әлеміне тараған екен деп ойлап қалма. Бұл тек қазақтардың құндылығы. Түсінемін. Міне. Қожа Ахмет Яссауиден бері келе жатқан бұл әңгіме. Сондықтан осы мен айтып отырған қазақы тәрбиенің бәрі ескіліктің сарқыншағы, діни реңі бар, анау мынау деген қырық сылтаумен адамдар айналымнан шығарып тастады. Қолданбайды тәрбиеде.
сөйтеді дағы маған келіп ренжиді, нағып экс-министр әйелін ұрып өлтіреді деп. Мен айтамын, сен денден ұрсам, оның шешесі баласын орыс мектебіне беріп, тек қана интеллектуализммен айналысқан жоқсыңдар ма? Экзистенциализм сенде тұншықтырдыңдар ғой өздерің. Бесі жырын айт, санамақ айт, қуырмаш айт, тақпақ айт деген кезде күлдіңдер ғой сендер. Қазір 21-ші ғасыр ағылшын тілінің гегемониясы, мировой жандарм деп соққан жоқсыңдар ма? Ағылшын тілін білсең бәрін жаңғақтап әлемді қалтама салып аламын деп едіңдер ғой. Жеткен жетістіктерің мынау болды ғой сендердің интеллектуализм. Сондықтан біздің ғылымда интеллектуализм мен экзистенциализм жекпе-жек деген болады. Сол екеуі жекпе-жек. Енді оны бүйтетін болсақ, Англияға барып, Лондонға барып, ағылшын тілін суда меңгеріп келген интеллектуал қазақ жеңе ма? Жоқ әлде қазақтың жаңағы ескі классикалық әдеп, иба тәрбиесіне үйренген адам жеңе ма? Мейірімді. Балапанды күзде санайды, өлім сәт тақаған кезінде қазақша тәрбие алған адам ұтысқа шығады бәрібір. Себебі Морган Скоттбектің Denial of the Soul деген атақты кітабы бар, монографиясы. Бізге оны оқуды міндеттеген кезінде, ағылшынша білсең оқисың, сұмдық мынаның ішінде. Соның ішінде айтады, мына либералдардың, мына интеллектуалдардың қанымды ішті менің деп. Неге десе, қайтеді? Бәрі Американың престижін вузын бітіріп алып, ең блатной мамандықтың бәрін меңгеріп алып, өкіртіп ақша тауып, дүниені шарлап қаңғып, бәрі қуыс кеуде, өмірдің мәні деген ұқпайды. Ең сонда келіп, енді өлейін десе өле алмайды, витаминнің бәрі ішіп алып, денсаулығын мықтылап алған, 63-тен кейін көзі катаракта көрмейді, буындардың бәрі қақсайды, жүре алмайды, өлейін десе өле алмайды. Енді маған эвтаназия бер. Бермеймін мен саған эвтаназия дейді. Не үшін? Сен Құдай жарың салды ма, алсын енді өзі дейді. Соны Швейцарияға кетіп қалады, Швейцарияға барып өледі дейді. Сондықтан қазақы тәрбие деген нәрсемен ойнауға болмайды. Бұл ойнайтын күлетін зат емес. Оны түсініп отырмын, бірақ менің байқап отырғаным қазақы тәрбиенің өзінде жоғалтып алдық қой, ондай болса. Иә, енді алмай отыр ғой қазақтардың өздері балдарын Назарбаев мектебіне беремін деп азынан кешке дейін күніге 150 есептен шығарып отыр. Қайда береді? Қайда апарады? Үйінде тәрбиелейді, міне. Шешесі айтады соны құлағына. Бесік жырын айтсын, менің балам осы ма, басында бақыт құсы ма, ғайып ерен 40 жылтен бөбегімнің досы ма, менің балам Жүсіптей болар ма екен келбетті, ажарың айдай толсын деп, иллалла деп тербеттік, ла илаха иллалла, иллаллада пайда бар, Мұхаммедтің үмбеті осындай бөбек қайда бар деп отырсын. Сонда Бейшенбаев шықпайды. Бұл өте элементарны қарапайым нәрсе бұлар, бірақ істемейді. Бұның бәрі сенімге келіп тіреледі. Синтезизм деген сондай бәле, ғылымға табына береді адамдар. Прогресс деген сояқта деп ойлайды. Вау деп отыр мен іштей. Не деген керемет, сіздің айтып отырғаныңыз не деген керемет, тек қана ақпарат емес, бірақ шынымен жүрекке жететін, кәдімгідей сіз жаңа ағамыз жайлы айтып отырғандай жұғатын нәрсе екен. Иә, міне жайлап. Мен сен подкастқа не үшін келуге келісім бердім? Мен миллион журналист шақырып жатырмын мысалға. Ай сол өзбек әлгі дертін соған жұқтырып кетейінші деп көрдім. Рахмет аға, рахмет. Мен міндетті түрде өзіме де алып қалатын болдым, мына бір несін сатып аламын енді әрине. Өзіңіз білесіз. Өзіңіз айттыңыз, қайда бар екенін сатып алуға болады екен. Мына дін деп кеттік, иә. Сізбен дін туралы сөйлеспесем болмайды, өйткені сіздің өміріңіздегі өте үлкен, әсіресе мына 2000-2010 жылдары өте маңызды бір дәуір болды. Қазір де әрине маңызды, бірақ бір сұхбатыңызда, сіз 17-ші жылға қателеспесем бір сұхбатыңызда, мен біреулер зікірші, сопы деп атаса, мен үшін зор абырой деп білем дедіңіз. Бірақ сопылықтан да, зікірші болғаныңыздан да көп зардап шеккен сияқтысыз. Былай қойын сұрақты. Біздің елімізде сопылар мен салафиттердің арасында бір кәдімгі қақтығыс болды. Менің түсінігім бойынша, қателесуім мүмкін, бірақ түсінігім бойынша салафиттер жеңді. Медиада да жеңді, саясатта да жеңді. Тіпті бір кездері Қазақстан арнасында армысыздар, кеш жарық, саламатсыз ба дегенді естімей кеттік. Тек қана ассалаумағалейкум болып кетті. Тек қана ассалаумағалейкум. Ол кезде кейбір енді белгілі адамдар басқарып жүрген кездері, сондай болып кетті. Шынымен сіз де солай ойлайсыз ба? Жеңді ма? Иә, жеңді деп есептеймін енді. Енді қоғамға біраз жерге үстемдік орнатты. Былай қазақтың өзінің ұлттық төл мәдениеті, руханияты гүлдеп кете алмады соның кесірінен. Себебі салафиттердің сенімі бойынша? Енді олардың өздерінің сенімі бойынша енді біз таза дінді меңгереміз дағыны тек Құранмен жүреміз дейді. Енді бұл ғылымда бұл әбден зерттеліп тастаған нәрсе. Біз бұны Яссауи феномен деген кітап жазған кезде оның ішінде бөлімде арнайы бір бөлім бар, ахлі рай және ахлі хадис деп. Бұны атам заманда бөліп жасап қойған өзі. Мына Хижаздан шыққан, Хижаз аймағы дейді, арабтар өзі тығыз отыратын Мекке, Мединаға жақын тараптағылар, бұлар өздерінің өткен тарихтарын онша жақтырмайды. Себебі пайғамбарге бұларды гүрілдетіп әлемдік өркениеттің көшіне ілестіріп жібергеннен кейін бұлар сол нүктеден таратып кетеді өздерін.
Оның алдыңғыларында сүйенетін ештеңе жоқ. Көбісі енді тұрпайы, жабайы не болғаннан кейін ол жаққа кірмеуге тырысады дағы, сол жерден бастап кетеді ғой. Сондықтан оларда ахлі хадис деп айтады. Яғни ахлі хадис деген сөз нұсқаумен жүретіндер деген сөз. Үйт деп біреу айтып отырмаса, адасып кетем деп қорқып тұратын нәрсе. Ал бұл Самарқан топырағына, Түркістан топырағына, түркілердің топырағына келіп түскен кезінде бұл жерде ахлі рай дейді. Рай деген негізі көру деген, яғни көңілдің көзімен көру, интеллекттің көзімен көру деген сөз ғой негізінде. Сонда ахлі рай деп отқандарды Самарқанда отырған имам Матруди деп айтады оны. Олар тұраттағын тоқтай тұрыңдар дейді. Мына бізге келіп жатқан 1000 миллион ақпарат, пайғамбар үй деп айтты, пайғамбар бүй деп айтты деп жатсыңдар ғой. Біз соның бәрін біздің интеллектінің, мына ақылдың сүзгісінен өткіземіз, фильтрінен. Содан ақылдан өтіп, жүрекке қонымды болса аламыз. Ал өтпейтін болса, I'm sorry, біз ала алмаймыз бұны. Оны өздеріне қайтарып береміз. Natural selection. Natural selection болады ән жерін. Сондықтан да Түркістан топырағындағы ғұламалардың көп шығатыны, және бұрынғы сол Хиджаз топырағында шыққан, енді ояқта бәрі ақымақ емес қой, ояқта да ахлі райлар бар ғой, мысалға, интеллект өте күшті ғалымдар. Олардан қысымға ұшырайтындағына, сен өз бетінше үйтпе, ақылға үстемдік берме, адасып кетесің сен, Аристотельдер сияқты болып қаласың деген сияқты қысымға түседі да, тек хадисте айтты ма, бұлжытпай орында сен оған сұрақ қоятын болсаң, күмәнға түсесің деп, оның ішінде неше түрлі хадистерді қолдан шығара береді ғой, енді ол аят емес қой, мысалы Құранның аяты. Негізі анализге қарсы. Анализге қарсы. Сондықтан бұл біздің топыраққа келген кезінде бізді жалпы ғалымдардың айшын, енді мен соңына түсіп салынып зерттеген салам емес, бірақ ғалымдармен сөйлесіп көп тыңдадым осыны. Сонда айтады, Түркістан топырағындағы жалпы қазақтардың бұрынына қатты интеллектуал болған себебі ахлі рай, ахлі хадис екеуін қатар ұстап кете береді дейді. Яғни айтқан нақылы қонымды болса, дұрыс, жақсы нәрсе айтып отыр дейді, оны ала береді. Мысалға, қандай деп айтса болады? Мысалға, аш құрсақ жүрсең, көкірегіңнің көзін ашуға оңай болады деген сияқты нәрсе. Дұрыс айтып отыр. Мысалға, ақыл мен құлшылықты 1 сағат қылатын болсаң, 60 жыл ораза ұстағанмен 60 жыл құлшылық қылғанмен тең болады деп айтса, онда оны ала береді мысалға. Тіпті сондай аят болмаса да, дұрыс айтып отыр деген сияқты. Ал енді жаңағыдай практикалық тұрғыда зерттейді, өздері көреді. Иә, көреді. Оның практикалық жағы деген бөлек әңгіме. Содан бөлек, қалай деп айтсам екен, әйелдерді, балдардың құқығын таптап тастайтын жаңағыдай бір өте қауіпті қоғамның дамуын тежейтін хадистер алып келсе айтады, кешіріп қоярсыз, мынауыңыз біздің көңіліміз, ақылымыз қабылдап тұрған жоқ. Және бұны аятпен де бекіте алмайсыздар сіздер, дейді, қайтарып береді. Сондықтан бұл жерден жаңағы салафизм неғып өтіп кетті деген кезінде, бұл жерде бір нәрсені ескеру керек. Мына жалпы ең ауыр жұмыс ол ойлану. Өзіңнің ойыңмен қорытып, бір нәрсенің соңына түсіп, бір сұрақтың жауабын шешу, және сол сұрақтың жауабын шешіп болғаннан кейін бір ақиқат жауап саған беріледі, бірақ ол жауапты тапқаннан сен өкініп қаласың. Не үшін? Себебі ол статус-квоны құртады. Сенің әбден дағдыланып қалған, қалыптасып қалған бұрынғы ескі өміріңнің бәріне ол қайшы болып тұрады. Сосын сен бұрынғы надан ескі өміріңнің бәрін талқандап, ана өркениетке қарай жалғайтын жаңа жолға түсуің керек болады. Ал кімге ұнайды ол? Ұнамайды. Сөйтіп тұрған кезде өзгеріс ешкімге ұнамайды. Өзгеріс ешкімге ұнамайды. Сол кезде біреу келеді тағына, мәңгі өміріңнің мәселесін шешіп берейін ба, өлгеннен кейін жұмаққа кіргізіп берейін ба сен дейді. Мына правиланы бұзбай орындасаң болды десең кете береді. Бұл тек бізге ғана тән емес. Бұл Европа түсіп қалған бұған. Мысалға, экзистенциализмде талдайды. Гитлердің артынан көп адам еріп кетті дейді. Себебі адамдар бұрынғы өзінің рухани фундаментінен айырылып, ғылымға сенеміз деп көкіректері қуыс болып қалғаннан кейін позиция таңдау деген өте қиын. Әркім өзінің өмірінде ақиқат үшін күресу керек болып қалуы, мысалға, шындық позициясына тұру керек. Гитлер келеді тағына, бәрінің орнына мен өзім жауап беремін, уайымдамаңдар десе, ана жауапкершілік езіп тұр ғой адамды. Ой, жақсы болды, мына біздің орнымызға жауап беретін адам табылды дейді да, жауапкершіліктің бәрін Гитлерге лақтырып жібереді да, соның нацистік партиясына кіріп кете береді ана жерден. Санаулы адам болады. Соңғы тобыр болып кеткендердің бәрін айландырған 4-5 жылдың ішінде бәрін жындып жіберді анау Гитлер. Сондықтан біздің заманымызда да ойлану деген өте қиын, өте ауыр жұмыс. Ол үшін сен терең ойлану үшін сен өзің ойлап қарашы. Сен тамақты тойып жемеуің керек. Ет тамақты сәл тежеп жеуің керек. Бөтен әйелдермен қоян қолтық араласудан сақтанып тұруың керексің. Бос сөз, бос әңгіме, бос күлкі, бұралқы сөз, анекдот бәрінен тыйылып тұрасың. Себебі оның бәрі адамның ойлану қабілетін тежейді. Сосын саған көрінген жерден тамақ жеме деп айтады. Көбіне шөп шалам, балық же деп айтады егер жейтін болсаң. Ал енді ол жерге келгеннен кейін елдің бәрі ол правиланың бәрімен жүру деген өте қиын мысалға.
сосын сондай бұл ойланудың жұмысы осындай болғаннан кейін айтады, ойланып қажет жоқ, адасып кетесің. Мен саған осындай түсінікті, өте негізі жеңіл, логикаға, ақылға сиятын бір әдіс беремін. Дегесін біздің халыққа өтетін себебі де сол. Енді бір шетінен қарап тұрсаң, мысалға бүйтіп контраргумент айтуға болады. Олар сен неменеге жамандап отырсың? Оның ішінде мынандай жақсы адамдар бар, ешкімге зияны жоқ, ешкімге не қылмайды, жақсы адамдарды білемін дейді. Бұған логотерапия оңдырмай соққы береді. Біріншіден, ар ұяты жеткіліксіз, өзінің ар ұятына сенімсіз, сөйлесе бірдеңені бүлдіретін, бір арсыз тірлікке араласып кетпейтініне өзіне өзі гарантия бере алмайтын адамдар діннен қорғанады. Яғни елді алдау үшін, оны фарисейство деп айтады. Фарисейство дейді. Фарисей типі. Ал енді мына дінді ұстанып, шынымен де жақсы адам болып, соны жүре беретін, қажылыққа барып келіп, қажы атанып, ораза ұстап алып, бір қайырымдылық бірдеңелерді жасап қойып, оны жұртқа көрсетіп, мобилограф шақырып, оны жұртқа жариялап отыратындарды, оны не дейді? Морально снотворный дейді оны. Яғни ар ұяттан ұйықтататын дәрі жасауға болмайды дейді. Моральдан ұйықтататын дәрі жасауға болмайды дейді. Енді себебі адамның ар ұяты адамдарға мүмкіндікті жіберме деп тұрады. Себебі әлем, тіршілік, ол мүмкіндіктер әлемі. Яғни бар болып көрінетін мүмкіндіктер, енді оны courage to be деп айтады. Бар болуға деген қайсарлық, бар болу үшін батырлық керек деген. Ал енді сен оған күреспейсің бе мына қазақ тілі үшін? Сен күреспейсің бе мына қазақтың өнері үшін? Сен күреспейсің бе мына ұлттық саясат үшін? Сен күреспейсің бе егемендік үшін? Сен айналайын, мен 5 уақыт намазымды үзбеймін. Айналайын, мен қажылыққа 5 рет барып келген адаммын. Айналайын, мен сәждеде жатқан адаммын. Сылтау бар. Миллион нәрсемен өзінің жақсы адам екенін саған 5 минутта дәлелдейді. Ол деген не деген сөз? Өзінің ішіндегі буырқанып жатқан ар ұяты көтеріліп, өсіп жүре бересің ба? Мүмкіндік жібермей жарып шықсайшы десе, тиіш отыр дейді да, тарс еткізіп бір құлшылық тастап жіберсе, тарс етіп оны ұйықтап қалады. Контраргумент. Сондықтан бұны логотерапия бытшысын шығарып талқандайды дағыны. Адамның ең биік дәрежесі қай жерде көрінеді дегенде self transcendence дейді. Яғни бір маңызды бір іске жұтылған кезінде өзіңді ұмытып кетуің керексің. Болды. Оп-оңай. Сондықтан Қазақстанда осы діннен өзінің ар ұятын ұйықтатып тастайтын дәрі жасап алады. Бұл сондықтан дінді ұстаған кезде оны моральный снотворный ретінде қолдануға болмайды. Ол Киркегардтардың да айтатын себебі сол ғой, құлшылық ғибадат дейді. Құдайды таңғалдыру үшін жасалмайды дейді. Адамның болмысын өзгертіп жіберу үшін жасалады дейді. Және олардың айтатындары сенің жүрегің әр кезде тірі болу керек, жанды болу керек, соғып тұру керек. Енді оның жүрегі соғып тұрған жоқ, оны дәлелдеу үшін ол Өзбек әлі сияқты мәдени майданда көріну керек. Сондықтан мен біреу айтса, менің жүрегімде иман бар, менің жүрегім тірі, соғып тұр десе, нәтижесі мәдени майданда көріну керек. Яғни ол бір құндылық өндіру керек. Шәкәрім сияқты, Абай сияқты, басқалар сияқты бір артында сөз қалу керек, бір іске араласу керек. Болмаса нақақ сотталып жатқан адамдардың правасын қорғап ол петицияға шығу керек. Ең құрғанда ақбөкенге болысуың керексің.